не сәлем. Бүгін біз капустадан пирожки жасаймыз. Бізге капуста керек, морковка керек, су, сүт, май, қант, тұз, дрожжи керек. Ыдысқа сүт құямыз, қант саламыз, тұз саламыз, газға қоямыз, жылытамыз. Жылы сүтті ыдысқа құямыз. Бір қасық дрожжи саламыз, араластырамыз. Май құямыз. Ұнды салып қамыр илейміз. Осындай қамыр шығады, 2 сағатқа көтерілсін. Капустаны кесеміз. Морковканы теркадан өткіземіз. Капустамен сәбізді майға қураймыз. Начинкаға бұрыш пен тұз салдық. Қамырымыз көтерілді. Енді пирожки істейміз. Бәтей лепешкалар істейміз. Қалыңдығы 5 мм. Начинканы ішіне саламыз. Осылай жабыстырамыз. Жұмыртқаның сарысымен пирожкины жағамыз. Енді жарты сағатқа духовкаға салып қоямыз. Қалған қамырдан булочка жасауға болады. Арасына повидло салдық. Әдемі пирожки пісті. Енді оның дәмін көрейік. Лайк қоюға ұмытпаңыздар. Менің каналыма жазылыңыздар. Сау болыңыздар.